Айналайын алдар. Бұдан әрі күтуге шамам жоқ. Ақшамды қайтарып берші, 1000 теңгемді. Ақша өзіме де ауадай қажет. Мен де балашаға асырап отырған адам. Түсінем ғой. Бірақ енді менде қазірше бары 1 теңге соны ала тұрсашы. 1 теңге неге жетеді? Маған қарызым түгелмен керек. Ертең келші. Бір амалын тауып бірдеңе қып енді қайтарармын. О, жаратқан ем, шалынам. Маған 1000 теңгесі бар бір әмиян жібере көрші. Егер 1 теңге кем болатын болса, алмай қоямын. Ішінде 999 теңге жатқан әмиянды тапқанда, мына ақымақтың не айтатынын көрейін. Астағфиралла, о жаратқан ем, о Алла, о жаратқан ем, 1000 шүкір, 1000 шүкір, менің тілеуімді естіп. Халайық, Құдай тілеуімді естіп, маған ақша толы әмиян жіберіпті. О Алла. Сен ана ақшаңды дұрыстап салаш. Мүмкін ішінде 1000 теңгеден кем шығар. Кетер, Құдайдан безген. Нешарың бір қанша екенді? Алла тағалам маған сұрағанымды берді. Онда сенің шаруаң болмасын. Тоқтай тұр. Ол әмиянды саған Құдай емес, мен салып жіберген. Ішінде тура 999 теңге бар. Сенбесең санап шық, 1000-ға дәл 1 теңге жетпейді. Дұрыс қой. Құдай менің 1 теңгем барын біліп, 999-ын бере салды. Қосқанда 1000 теңге болып шықты. Яғни дәл сұрағанымды берді. Ақымақ, бұл менің әмияным, Мұнаның қуын қараңдар. Бағым ашылып, аспаннан Құдай маған ақша бере салды. Ал мынау келіп қосамжарланып, енді менің ақшама ие болғысы келеді. Тапқан екенсің. Сен не